Бүгін Алаяқнет студиясында бізде құпия қонақ, елімізге қайдан келген індет. Қайдан келгенде ол Россия, Украинадан келеді ғой. Бізде Қазақстанда өздерінің өкілдері бар. Сәлімбай деген жігіт бар. Екеуі бірге. Бірақ екеуі тікелей ол манағы онлайн казиномен тікелей айналыспайды. Олардың да астында проекттері бар. Байзақ, Зарлан, мистер Чау деп айтады. Жанзақ деген блогер бар. Асхат тапсырма берді. Қандай тапсырма берді мысалы? Асхат бірақ тікелей шықпайды ол. Офиста немесе манағы квартираларда жүзеге асатын нәрсе ол бұл деген. Телеграмға лақтырған кезде и сол адам арқылы келген адамға 30-50 доллардың арасында ақша. Жоқ, ол 5 миллион деген өте аз ақша ғой. 5-10 миллион мысалға мына қалауында отырған атын айта берсе болады шығар. Ақбота деген мысалға Қазақстанда бір үлкен кісінің баласын манағы алдап көп ақшаны не істеп қасиқатта өздері шетелге Қырғызстанда, Дубайда сөйтіп. Жалпы олар қауіпті адамдар ма? Жалпы қалай ойлайсың? Енді мынау эфирге шыққан кезде де маскамен болсам, атымды айтпасам дедіңіз. Көп ақша, оларда тек қана құндылық ақша да болды. Бірақ ана проекттер мысалы 15 күн, 15 жасайды ғой. Мысалы 15 күн жұмысын не істейді? 15 күннің ақшасын алады. Не алып жатқан бәрі видеодағы ақшалар мана шын ғой. Біз ойлайтынбыз оны бір өтірік ақшалар деп андай. Жоқ, олар мана оны адам қарапайым халық алмайды, соның астындағылар алады. Қайырлы кеш, құрметті оқырмандар, сіздермен Ашкере YouTube каналы, оның жүргізушісімен Нұрсұлтан Орынбеков. Бүгін Алаяқнет студиясында бізде құпия қонақ. Бұл құпия қонағымыз еліміздегі лудомания жыры өте өзекті мәселе. Жалпы онлайн казинолар қалай жұмыс жасайды, оны жарнамалап жүрген блогерлер қанша теңге алады, осының барлығын офистеріне дейін қайда орналасқанын толықтай айтып берем дейді. Бұл кісінің сөзінше осы жүйеде бірнеше уақыт, бірнеше жыл жұмыс жасаған, елге белгілі бірнеше танымал блогерлердің менеджері болып, осы елден соңғы ақшасын сыпыруға дейін әрекет жасаған. Одан да бөлек тың ақпараттар бар. Осыны сіздер осы бағдарламаның соңына дейін қарасаңыздар біле аласыздар. Сондықтан да бүгінгі бағдарлама соңына дейін қарап, біздің Ашкер YouTube каналына тіркеліп, пікір жазыңыздар, міндетті түрде досыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Қош келдіңіз, бауырым. Жалпы әңгімені төтесінен бастайық. Бұл елімізге қайдан келген індет? Қайдан келгенде ол Россия, Украинадан келеді ғой. Бірақ тікелей олар жұмыс істемейді. Бізде Қазақстанда өздерінің өкілдері бар. Мысалы, елдегі өкілін танисыз ба, білесіз ба? Асхат деген жігіт, сосын ол жалғыз емес, бірақ қасында өзінің досы, көмекшісі деп айтады, сол Сәлімбай деген жігіт бар. Екеуі бірге. Бірақ екеуі тікелей ол манағы онлайн казиномен тікелей айналыспайды. Олардың да астында проекттері бар. Сонда сіз айтып отқан проекттер ол елге танымал тұлғалар, блогерлер, иә? Көбіне ол қалаулықтар, қателеспесем. Бірақ ең үлкен проекттер ол манағы кім Байзақ, Назар, Рулан, сосын мистер Чау деп айтады, сосын көпке Жанзақ деген блогер бар, сол көбінесе ставка, онлайн казино, осы 4 проект арқылы қалған кішкентай ол жай ғой. Енді сіз осы жүйеде жұмыс жасадым дедіңіз, қанша уақыт жұмыс жасадыңыз? Жарты жылда жұмыс істедік қой біз. Жарты жылда сізге жүктелген міндет қандай болды, сосын жалақыңыз қандай болды? Жүктелген міндет сол манағы келген нелерді естеу, сосын ақшам енді айына 400 мыңдай болды. 400 мың айлыққа не қызмет кірді, не жұмыс істеуіңіз керек болды сонда? 400 мың плюс бонус бар. Не істеуіңіз керек болды, соны айтып беріңізші. Сонда сізге не Асхат тапсырма берді? Қандай тапсырма берді мысалға? Асхат бірақ тікелей шықпайды ол. Офиста немесе квартираларда жүзеге асатын нәрсе ол бұл деген. Сол көбінесе компьютермен жұмыс істейсің. Не істейсің сен? Қызметің қандай? Сайттар бар, сол сайттарда тіркелу деген сияқты ғой. Сол сайттың жұмыстары. Мысалға бір блогерді берді мысалға, иә? Сіз бір нақты блогермен жұмыс жасадыңыз ғой, иә? Сол блогердің қандай әрекетін жүзеге асырдыңыз? Міндетіңіз қандай болды? Ол міндеті ол қай блогерден мысалға былай ғой, бір проектке мысалға Жанзаққа мысалға бір нені ссылканы береді, осы ссылканы рекламировать ету керек. Инстаграмна салады. Инстаграмна салғанда ол ссылка телеграмға адамдарды не істеп лақтырады. Телеграмға лақтырған кезде и сол адам арқылы келген адамға 30-50 доллардың арасында ақша береді. Келген адамнан ба әлде ойнап? Жоқ, келген адамнан түседі оған. 30 доллар түседі, иә? 30-50 доллардың арасында сөйтіп күніне примерно 150 адам
күніне 150 адамнан. Олардың каждый Әжептәуір. әртүрлі суммада ойнайтсыз. Мгм. Олардан да бонус. Менің естуімше енді маған ақпарат көп келді. Жақында ғана Ice Moon мен Берік деген жігіттің жүйесі туралы айттық. Олар видео түсірген көшедегі кісілер туралы. Енді оларға мәселе ол жарнама деді қой. Оларға менің естуімше 5 миллион мен 10 миллион теңгенің арасында ақша берілген. Ол түсетін бонустардан бөлек па әлде сол бонустың ішінде ме? Жоқ, 5 миллион деген өте аз ақша ғой. 5-10 миллион мысалға мына қалаулымда отырған атын айта берсе болады шығар. Ақбота деген мысалға. Ақбота, сосын Напунай деген нелер бар мына қалаулымда отыратындар. Олар примерно айына бір 5-10 миллионның ортасында ақша шығарады ғой. Ал мана үлкендері, мана проектлер олар примерно өз көзімен көрген. Енді инстаграмда да салатын пакет ақшамен шығып жатады олар. Ол енді сонда осы қазақтың алданып жатқан сол ойынға ойнап азартқа беріп лудаман болған қарапайым халықтың ақшасы ғой сонда ол, Енді оларға неміз бұл бәрі. Оларға бәрібір, Олармен тіке сөйлесіп кездесіп көрдіңіз, оларға бір соты өзінің арлар қинап, мынау ұят қой деген сияқты олар айтпай ма? Қалай ойлайсыз? Мүмкін айтады шығар, білмейміз ғой, біз ондай енді араласпаймыз. Біз главный манағы жұмыс қой, бізге ақша, сол. Сіз енді маған хабарласқан кезде бірінші айтқан сөзіңіз, мен өкінем. Өкінем, бірақ енді сол туралы арым жібермей, осы туралы айтқым келді дейсіз. Жалпы Асхат ол осы білімді қайдан алған негізі? Білімнің біз общема өмірбаянын білмейміз ғой. Басында сол көп менеджер ақша керек деп түседі ғой сол ортаға. Жоқ, Асхат айтып жатсыз, ол бір жерден білім алған ба, болмаса бір жақтан үйреніп келген ба бұл жүйенің барлығын? Мына интервьюларында енді шетелде көбінесе жүреді сол. Енді қанша Алматының баласы ма сондай ғой өзі. Онда асып баратқан несі жоқ шығар. Бірақ енді олар енді Қазақстанды почти сорып біткен шығар. Әлі де бар ма, алданып ойнап жатқан кісілер бар ма әлі күнге дейін? Енді бар ғой, бірақ қазір Қазақстанда азайды ғой, бәрін қарызға тықты ғой, бітті ғой. Қарызға тықты, одан кейін біз секілді мынау әшкерелейтіндер көбейіп кетті дейсіз ғой. Ол әшкерелейтіндер көбейді, сосын бұлар дейтін манағы бір Қазақстандағы бір үлкен кісінің баласын манағы алдап көп ақшаны не істеп, қайша қатып өздері сол шетелге Қырғызстанда, Дубайда сөйтіп. Дубайда жүргендерді көрдік, Қазір Дубай ма, Инстаграм көрсеңіздер де соны Дубайда жүріп ғой. Жалпы олар қауіпті адамдар ма? Жалпы қалай ойлайсыз? Енді мынау эфирге шыққан кезде де маскамен болсам, атымды айтпасам дедіңіз. Не себепті? Енді ол уже көп ақша, оларда тек қана құндылық ақша да болды. Сізге жеке басыңызға қауіп төнуі мүмкін, бәрі бар ғой. Сіз секілді жұмыс істеп шығып кеткен менеджерлер көп па негізі? Енді араласпаймыз қазір, енді көп шығар енді. Қазір сол көшіп кеткен болды. Енді ол кісілердің мақсаты қандай? Елді Қазақстанда сорлатып бітті, бүткіл әлі күнге дейін жарнамасын ұрып жатыр. Енді біз жаңа Ice Moonға айтсақ, біз 1,5 жыл бұрын лицензиясы болған ол казиноның, сол кезде жарнамалағанбыз, одан кейін жарнамаламаймыз дейді. Олардың видеосы әлі күнге дейін өріп жүр. Ақбота дегендер, қалаулым, оның жүргізушісі бар, кім еді атым ұмытып қалдым. Барлығы дерлік осы қалаулым осы онлайн казиноның жарнамасына отырып алған сияқты. Ол қалай ойлайсыз, бір қалаулым мен осы онлайн казино ұйымдастырушылардың арасында бір келісім шарт бар деген сөз бе сонда? Енді мына мысалы өзіңіз қарасаңыз, қалаулымда отырғандардың көпшілігі, бәрі демей көпшілігі, бірақ осы онлайн казиноны насихаттайды, мысалы ғана 1xbet, мысалы мен сізге бәрін қалай үйретемін, өзім сопровождение жасаймын дейді. Негізі олар өздері жұмыс істемейді ол жерде? Өздері емес, олар главный телеграмға адамдарды естіп шақырып береді, бірақ соның атынан соның суреттерін пайдаланып, сол сияқты мысалы Ақбота сияқты сіздер жұмыс істеп отырасыздар сондай адамдарды, Ол ұтып жатқан адамдар бар ма? Не үшін адамдар соншалықты оған қызығады? Енді ұтылады, бірақ ұтқанға қарағанда ұтылу көп болады, бірақ адамдар ана бір ұтылған қарызын өтейін деп сөйтіп не істейді ғой. Бірақ оның ішіне кірген сайын кіре береді, дальше шыға алмайды ғой. Шыға алмайды. Енді олардың мақсаты қай ел? Мүмкін Қырғызстан, Өзбекстан. Не себепті, осыны сұрақ қоймас бұрын, не себепті Қазақстанды таңдады? Соншалықты біз тупоймыз ба, әлде сонда ағылшыншылдық па, бір ашкөздік бар ма бізде? Не себепті Қазақстанды таңдады осындай онлайн казинолар? Просто Қазақстанда бұларға заң әлсіз ғой. Заң әлсіз. Заң әлсіз. Енді заңның аттары болды, бүкілінің көпшілігінің көзінше мысалы мына 1,5 миллион подписчиктері бар, солар мысалы рекламировать етеді, қоғамға мысалы қауіпті. Енді былай ашып айтайықшы, әлде қауіпті болар бәлкім. Сіз қай блогерге менеджер болдыңыз? Енді бізде нақты былай дегенде оны ұмытып қалды ғой қазір дейді.
Мысалы мана проектілерді айттым, сол проектілерді білемін мен главное. Проекттердің ортасында алмасып жүре бересіздер, иә, жұмыс істеп. Түсінікті. Бір орында сосын тұрақтамайсың. Иә, жаңа сұрағым бастап қоя алмай қалдым. Енді Қазақстаннан кейін олардың мақсаты қай ел? Қазір енді Қазақстан бәрін бітті, бұлар енді Австралия, Үндістанға шығып жатыр ғой. Жоқ, енді Австралия дегеніңіз басқа материк. Үндістан түсінікті, бірақ олар енді сол Назар болсын, басқа болсын, Үндістанға қалай өтеді олар енді? Олар ол жақта танымал емес қой, әлде ол қарамай ма, подписчикке болса болады ма? Онда емес, мысалға Қазақстанда дейтін нелер көп қой, мына Үндістан, Индиядан келгендер, солар. Үндістаннан келген студенттер, иә, мына мед академияда оқитын. Солар келеді де, мана олар арқылы солардың тілінде Индияның несіне жібереді мана. Өздерінің Инстаграм, тиктоктеріне. Оқырмандар көрдіңіздер ғой, жалпы бұның шеті жоқ. Қазақстанды бітіргеннен кейін бұлар Үндістаннан келіп бізде оқып жатқан студенттер арқылы. Олардың үшін танымалдар болып тұр ғой, значит, әлде? Болып тұр, бірақ ол бізге шықпайды да, олардың несі, видеосы, мана біздің таргетке шықты, ол мана сол жаққа шығады. Үндістанға. Сондай жолда. Оны бірақ мана қазақ жігіттер істеп отқан, иә? Иә, Инстаграм көрсеңіздер де болады, бірақ олар Инстаграм жүргізбейді, сол манағы проектілер арқылы. Проектілер арқылы. Бірақ ана иелері Асқат дегендер, мысалы Инстаграм көрсеңіздер енді. Ол онлайн казино ойындары қай жақтан жасалып келеді, сол сұрақ біз бәріміздің көкейімізде бар шығар. Ол дайын жүйе ме, әлде осы жақтан дайындай ма Қазақстаннан? Жоқ, Россия мен Украина көбінесе осы жақтың өкілдері жасайды. Дайын материал келеді, соны мына жақта жүргізіп отырады, иә, адамдарды шақырып алып. Өкілдері, сосын олардың мана жиналатын жері ол көбінесе Қазақстанда емес, олар ар жақта жиналады. Ал жарайды, оларды іздемей-ақ қояйық, түбіне жете алмаспыз. Ал сіздер жұмыс істеген кезде қай жақта отырдыңыздар? Біз мына неде отырдық, Алматыда отырдық. Бірақ әр жерде әртүрлі мысалға. Главный қолында ноутбук болса нормально, любой жұмыс жасайды. Ал офистары бір мекен-жайлары бекітілген бар ма, жалпы құзыры? Әр жерде көше жүреді, олар бір орында отырмайды. Кафеде, уақытша жалданған, нақты адрес айта алмайсыз. Нақты адрес. Тағы да алып қосарыңыз. Қандай ақпараттар бар? Қазір сол мына проектілер мына рух файтинг деген мана Қазақстанда не бар ма, төгілсе блогерлар. Иә, реалити шоу. Вот сондағы мысалға блогерлардың 80% почти осының арқасында. Онда олар жасыратын ештеңе жоқ, төстеріне жазылып тұр ғой, Ади Негізбек деп. Сосын ана мысалға көбісі білмейді, енді ойлайды ғой былай. Бірақ ана проектілер мысалға 15 күн, 15 жасайды ғой. Мысалға 15 күн жұмыс үшін не істейді, 15 күннен кейін ақшасын алады. Ана не алып жатқан бәрі видеодағы ақшалар мана шыңғы видеодан мана. Біз ойлайтынбыз оны бір өтірік ақшалар деп андай. Жоқ, олар мана оны адам халық қарапайым халық алмайды, сол мана басындағылар алады ғой. Соларды қанайтты ма? Енді мынау біздің бағдарламамызда былай созып отыратындай үлкен бір дүние емес, сосын созып отыратын ештеңе жоқ. Қысқа нұсқа осы бір қысқаша қорытындылайық. Осы сізді көріп отқан тағы да сонда менеджер болып істеген кісілер бар ғой, әлі де істеп жатқандары бар. Олар енді білуі мүмкін, өздеріне заң жоқ екенін біледі, бірақ ар соты деген нәрсе бар, Құдайдан қорқу деген нәрсе бар. Енді сол үшін сізге алғыс білдіреміз. Бір айтқанда Құдайдан қорыққаннан келдіңіз ғой бұл жерге. Сондағы сіздің экс әріптестеріңізге не айтасыз? Енді сол қайтыңдар деймін ғой, барынша қайтыңдар, дұрыс жолға түсіңдер. Өз қазағың ғой, бәрі айналып келген кезде. Аман болсын, не болса. Жарайсыз. Бүгінгі эфирге келіп, біздің Алаяқ нет студиясында біраз дүниенің басын аштыңыз, құрметті оқырмандар. Бүгін мінекей біраз дүниені білдік, еліміздегі онлайн казино қалай жұмыс жасайды, олардың ниеті сіздерді өздері айтқанда кредиттен құтылдыру, қарызыңызды жабу емес, түптеп келген кезде олардың мақсаты өз қалталарын байыту, сіздерді алдау. Сондықтан да осындай онлайн казиноларға берілмеңіздер. Тіпті қандай керемет блогер 10 миллион, 100 миллион подписчигі болса да алданбаңыздар. Олардың түбінде тұрған осындай айлакерлер екенін нақты басып айта аламыз. Сондықтан да сақ болайық, алданып жоқ іздегенше алданбайтын жол іздейік. Біздің Әшкере YouTube каналына тіркеліңіздер, досыңызға жіберіңіз, балаңызға көрсетіңіз. Сондықтан да осындай дүниелерден сақ болғанымыз жөн. Сізге алғыс білдіреміз. Келесі кездескенше сау болыңыз, аман болыңыз. Сәттілік.